Сәлем, сіздермен бірге Жансая драма каналы. Мен сіздерге бүгінгі шығарылымда 2013 жылы шыққан кореялық «Тайная миссия» атты 2 сағаттық боевик комедия жанрындағы фильмді қысқаша баяндап беретін боламын. Фильмнің басында Солтүстік Кореяда 54-46 корпус деп аталатын тыңшылар тобының мүшесі майор Вон Рюхванға әскери нұсқаушысы генерал Ким Тывон құпия тапсырмамен оңтүстік Кореяға баратын айтып жатады. Бұл тапсырмада сенде тек 2-ақ мүмкіндік бар. Бұл тапсырманы орындап, қалқа қаһарманы болып келесің, не болмаса тапсырма барысында мерт болуға дайын бол деп ескертеді. Арада 2 жыл өтеді. Рюхван оңтүстік Кореяда қарапайым халықтың бірі болып өмір сүріп жатады. Өзіне берілген тапсырма бойынша ол оңтүстік Кореядағы адамдарға сіңісіп, ауыл ақмағының рөлінде танымал болу еді. Рюхван өз тапсырмасын жоғарғы дәрежеде орындауда. Оған ауылдағы балалар үнемі таспен атып, мазақ қылатын, бірақ та оған ол өзінің тапсырмасының бір бөлігі ретінде қарайтын. Және де өзінің шағын дүкені бар бір әйел өз қамқорлығына алып, оған өз ұлындай қамқор болады. Ауылдағы тұрғындардың барлығы Донгу деп атайтын еді. Донгу өзінің білікті солдат екеніне қарамастан, осындай ақмақтың рөлінде не үшін жүргенін түсінбесе де, өз тапсырмасына өте үлкен жауапкершілікпен қарап, мұқият орындап жүреді. Ол таңертең ұйықтан тұрғанда мұрны әдейі жасанды сұйықтық бөліп, өзінің ебедейсіздігі мен ақмақтығын көрсету үшін баспалдақтан үнемі сырғып құлап түсетін еді. Донгу өзіне қамқор болған әйелдің дүкенінде сатушы қызметін жасайды. Ол ұйықтап жатқан кейіп танытқанда ауыл балалары тәттілерін ұрлап алып кетеді. Бірақ та ол барлығын өзінің дәптеріне жазып, үнемі мұқият болып жүреді. Және де өзінің осы жыл аралығында тапқан табыстарын барлығын тәттілер салатын қорапқа жинаған болатын. Және де тапсырмасы біткеннен кейін Солтүстік Кореяға өте бай болып оралатынын ойласа, ол өте қатты қуанады. Донгу айналасындағыларға ақмақ болып көрінгенмен, ол ауыл тұрғындары жайлы барлық мағлұматты жинаған. Ол барлығының аты жөні, жұмыс орны, тұратын мекен жайы деген сияқты барлық ақпаратты толығымен өзінде жинап алған. Және де Донгуға ауылдағы 1 жасар Юн Иран деген қыз ұнайтын. Оның сұлулығы мен мейірімділігіне Донгу сырттай тәнті болатын. Бірақ та оның жоғарғы сынып оқитын 18 жасар Юн Юджон деген інісі әрқашан Донгуды мазақ қылып, менің әпкеме сен лайық емессің деп тиісетін. Және де осы аймақта Донгудың шынайы бет бейнесін білетін Сон Сангук есімді жеткізуші қызметінде жүретін кісі бар еді. Ол да Солтүстік Кореяның тыңшысы болып жұмыс жасайды екен. Осы кезде Донгу өзінің 2 жылда партиядан ешқандай тапсырма алмағанын, өзін ұмытып кеткен жоқ па деп ойлап отқан кезде, ал Сангук болса, мен оңтүстік Кореяда жүргеніме 16 жыл болды. Тіпті осы жыл аралығында оңтүстік Кореяға үйреніп қалдым деп айтады. Осы кезде Донгу, жолдас Сангук, біз өзіміздің отанымызды, партиямызды ұмытпауымыз керек деп ескертеді. Донгу бүгін түнде үлкен маңызды тапсырма орындамақ. Ол өзінің ақмақтық статусын нығайту үстінде, өзінің ақмақтығын одан әрі дәлелдемек болу үшін көшеде адамдардың өтіп баратқан адамдардың көзінше үлкен тәретке отырады. Бірақ та бұл әрекетін өзін жақсы көретін Юранның көріп қалатын мүлде ойламаған еді. Донгуға үнемі күлімдеп мейірімен қарайтын Юран бұл жолы оған жеркенішті көзбен қарап одан қашқақтай бастады. Қасына өзін қамқорына алған әйелдің туған баласы 33 жасар Чедусок келіп, ол Донгуға өзінің туғанындай қарайтын еді. Сосын Донгуды ешкім мазақ қылмас үшін оған төбелесетін 1-2 приемдарды үйретті. Осы кезде Донгу өзінің жақсы төбелесетінін көрсетіп, оны 1-2 ұрып мұрнын қанатып қойды. Әрине, бұл бірақ ол өзінің қиялында еді. Сөйтіп тұрған кезде жеткізуші ағай кетіп баратты. Донгу оның артынан жүгіріп барып, ол осыдан 2 жыл бойы көрмеген Кореядағы анасының суретін алып келіп еді. Донгу Солтүстік Кореяда қалған жалғыз жақыны анасын үнемі сағынып жүреді. Және де ол еліне қайтқаннан кейін анасымен екеуінің бақытты өмір сүретінін әрқашан ойлайды. Тіпті анасына жібере алмаса да, анасына үнемі хат жазып, оған өзінің сағынышын білдіреді. Бір күні Донгу ағасы Досокпен бірге ауыл тұрғынның үйіне тапсырыс жеткізеді. Ол үйге келгеннен кейін, ол үйге жаңа адамның орналасқанын естіп, одан Донгу күмәндана бастайды. Оның да өзі сияқты тыңшы екенін сезіп, өзіне бірінші келуін күтеді. Сөйтіп Донгу кешке қарай жаттығу жасап жатқан кезде, әлгі
тыңшы сары шашты жігіт өзіне жақындай бастайды. Екеуі бір-бірін бірден танып, осы кезде екеуі жекпе-жек ұйымдастырып бір-бірімен төбелесе кетеді. Екеуінің де күші басым болып шығады. Бұл солтүстік Кореядағы екеуі бірге дайындалған өзі сияқты капитан командирі екен. Донку осыдан кейін өзінің досымен сөйлесіп, сен бұл аймаққа не үшін келдің, қандай мақсатпен келдің деп сұрайды. Осы кезде досы, сенің отаныңа адалсың ба, жоқ адал емессің бе, әлде оңтүстік Кореяға сатылып кеттің ба, осы жөнінде анықтау үшін келдім деп досына сөйтіп айтып кетіп қалады. Бірақ та бұл сөзге Донку сенбейді. Ертесіне таңертең тұрып, сары шашты жігіттің досының артынан аңдай бастайды. Аңду барысында досының бір қандай да бір жұлдыздардың тексеретін, яғни жұлдыз болу, әнші болу кастингіне қатысып жатқанын байқайды. Сөйтіп досымен сөйлесе келе, оған өзінің елінің берген тапсырмасы, яғни оңтүстік Кореяға барып өте танымал рок жұлдызы болу керектігін айтады. Осы кезде Донку, сенің тапсырмаң менікінен қарағанда әлде қайда жақсы, ал менікі болса тіпті ақымақ болып жұртқа кереке болу, бұл маған ұнамайды деп кетеді. Сөйтіп Донку үйіне кетіп қалады. Кешке қарай есігін қатты біреу тарсылдатып қағады. Сол тарсылына оянған Донгуға өзін мазақ қылып жүрген екі баланың кішісі жылап келіп тұрады. Менің ағам жоғалып кетті, ағамды табуға көмектесші, өтінем деп Донгудан ағасын тауып беруін сұрайды. Осы кезде барлық ауыл тұрғындары сол баланы жабылып іздеп жүрген. Сөйтіп Донгу өзінің қабілетін пайдаланып, баланың ізіне оңай түседі. Шапшаң түрде үйлердің үстіне мініп, жылдам өте тез бір үйден үйге секіріп, баланың даусы шыққан жаққа жүгіре бастайды. Сөйтіп баланы оңай түрде тауып алады. Бала ауыл шаштараздың үйінде екен. Баланы ешкім де ұрламаған екен. Ол өзінің әдеттегідей осы шаштараздың үйінен тәттілерін алуға келген болатын. Сөйтіп Донгу өзін басқа адамдар танып қалмасын деп көшедегі ілінген киімдерден үстіне киіп алған болатын. Осы кезде барлық ауыл тұрғындары Донгукты көріп, бұл осы бала ұрлаушы деп ойлап қалады. Сөйтіп Донгук ауыл тұрғындарынан құтылу мақсатында өзінің шапшаңдығымен тез арада жоғарыға өрмелеп, ауыл тұрғындарынан құтылып қашып кетеді. Келесі күні оңтүстік кореялық барлау отряды солтүстік Кореяның тыңшысын ұстап алып, оны тергеуге алады. Тергеу барысында тыңшы осыдан 16 жыл бұрын 54-46 корпус деп аталатын тыңшылар тобының құрылғанын және де солтүстік Кореяның элиталық арнайы бөлімшелері арқылы оқытылып, оларды Кореяны біріктіру деген биік мақсатқа сендіргенін айтады. Қазіргі таңда оңтүстік Кореяда 30 солтүстік Корей тыңшысының әртүрлі кейіпте қарапайым түрде осы жақта жүргендігін мойындайды. Келесі күні Дангуға жеткізуші қызметінде жүретін жолдас Сангук келеді де өзінің партияның бұйрығы бойынша еліне қайтатын туралы айтады. Ал Дангу болса, бұл өте қуанышты жағдайға дейді. Осы кезде Сангук Дангудан өзіне қару тауып беруін сұрайды. Ал Дангук болса, не үшін екен айтпасаң, мен саған қару бере алмаймын дейді. Сөйтіп Сангук өзінің солтүстік Кореядағы отбасы Қытайға қашпақ болып ұсталып қалғандығы, енді соларды аман сақтап қалу үшін осы оңтүстік кореялық бір-екі адамды өлтіріп, артынан өзін өлтірмек екенін айтады. Осы кезде Дангу оған оқталмаған бір қаруды береді. Бірақ та ол қарудың оқталмаған екенін білгеннен кейін өз-өзін өлтіре алмайды. Сөйтіп Дангу Сангукқа өте жоғарғы дауыспен, отаныңа, өзің партияңа әрқашан адал бол, ешқандай да мүлтіксіз қимыл жасама деп оны қуып жібереді. Осы уақытта белгісіз снайпер оңтүстік кореялық барлау отрядына 54-46 отряд жайлы айтып берген солтүстік кореялық тыңшыны атып өлтіреді. Осыдан кейін оңтүстік кореялықтар 54-46 отрядтың мүшелерін барлығын ұстау үшін жеке бір топ құрамыз деп шешім қабылдайды. Кешке қарай Донку өзінің әдетінше анасына сағынышын білдіріп, жолданбайтын хатын жазады. Және де ол хатты жазып болғаннан кейін барлық жолданбаған хаттардың арасына қойып қояды. Сол сәтте бөлмеде жарық сөніп, өзінің басына қару кезейді. Сен кімге қару кезеп тұрғаныңды білесің бе? Және де қай бөлімшедесің деп Донку сұрақ қояды. Бірақ та әлгі бейтаныс адам жауап бермейді. Осы кезде барып, сен солтүстік Кореяға адалсың ба, әлде жоқсың ба, соны тексеруге келдім деп қана сөзін айтады да бөлмеден шығып қашып кетеді. Ал Донку болса, оның артынан ілесіп шығып, оны ұстамақшы болады. Бірақ Донку әлгі адамны үйлердің төбесімен ұзақ қуғанмен, бірақ та аяғы сәтсіз болып, әлгі адам қашып құтылып кетеді.
Жоғарыда тұрған Донгукты сол ауылдың тұрғыны масайып қалған қыз өзіне бермен қарай шақырады. Ол Донгукты өзінің көңіл көтеруін сұрайды. Аздан соң Донгукқа өзінің қиын тағдырын айтып, 18 жасында сәби сүйіп, бірақ та оны ата-анасы ақштағы басқа бір отбасыға асырап алуға берген, қазір сол сәбиін әлі 7 жыл бойы көрмеген, оны сағынып жүргендігін айтады. Сөйтіп, ол қызды Донгук арқасына салып көтеріп, үйіне қарай жеткізіп салады. Содан кейін өзінің досы, сары шашты досына барып, өзінің сондай басқа бір тыңшының келгенін оған айтады, ал әлгі адам болса, оны сөзін қатты елемейді. Сөйтіп Донгу досымен сөйлесіп болып үйіне қайтып бара жатқан кезде өзінің артынан басқа бір адамның аңдып келе жатқанын байқап қалып, одан айласын асырып, әлгі адамды ұстап алады. Оны ұстап алғаннан кейін ол өзінің кезіндегі өзінің астында болған қызметшісі екен, Ли Хиджен деген өзін солдат екен танып, онымен жақындап сөйлескісі келбеді, бірақ та әлгі Ли Хиджен қайтадан Донгуктан қашып құтылып кетеді. Мына болып жатқан жайттар Донгукты қатты ойландырады. Осы кезге дейін ешкім келмеп еді, ал бір сәтте бір емес екі бірдей тыңшының өзінің аймағына келгеніне өте қатты таңғалып қалады. Келесі күні Донгу таңертең Ли Хиджинді қайтадан көреді. Ол оңтүстік Кореяда жоғарғы сынып оқушысының кейпін жамылып жүрген. Оған берілген тапсырма Юранның інісі Юджунның қасында дос болып, онымен бірге жүру болатын. Кешке қарай Донгу Хиджиннің мектептен қайтып келе жатқанын күтіп тұрып, одан оңтүстік Кореяға қандай мақсатпен, қандай себеппен келгенін сұрайды. Ал Хиджин болса, ол жолдас Сон Сангуктың орнына келгендігін айтады. Сөйтіп сөйлесіп тұрған кезде Донгу Юранға бастығының қырындап тесіп жатқанын көріп қалады да Хиджиннан оған көмектесуін сұрайды. Өзінің көмектесе алмайтынын айтады. Ал Хиджин болса оған бас тартады. Осы кезде Донгу Юранның Юджунның апасы екен, егер де оған көмектессең, Юджунмен қарым-қатынасың жақсы болады деп айтады. Содан кейін Хиджин мен Донгу әлгі Юранның бастығын ұрлап алып кетеді де, кезінде Донгудың баланы құтқарғандағы киген киімін кигізіп, оны сол киіммен видеоға түсіріп алады. Және егер де қайтадан Юранға тиісетін болсаң, осы бейнежазбаны барлығына таратып жіберемін деп қорқытатын болады. Келесі күні солтүстік кореялық 3 тыңшы Донгудың тұратын үйінің жоғарғы қабатында төсеніштерді жуып жатқанда, Донгуды өзінің қамқорына алған әйелге сол аймақтағы бұзақылардың қоқаң-лоққы жасап, дүкендегі заттарын сындырып, ақша талап етіп жатқанын көреді. Бұны көрген Донгу қарап отыра алмай, өзінің ақмақ кейпінде барып араласады. Донгудың бар мақсаты анасындай болған әйелді қорғап қалу еді. Сол сәтте әлгі бұзақылар әйелді шыны әйнекке қарай итеріп жібереді, ал Донгу болса оны ұстап үлгереді. Осы кезде Донгу ашуланып бар күшін көрсетпекші болған кезде, ал әлгі әйел болса оның қолынан ұстап, тоқта, керек емес деп тоқтатады. Осы кезде Донгу мына әйел менің кім екенімді біле ме екен деген ой келеді. Кешке қарай әйелдің туған баласы келіп, болған жайтты естіп, әлгі бұзақылардың сазайын беремін деп кетіп қалады. Ал Донгу болса оқушы Хиджинға оның жұмысына іздеп барады. Ол мектептен кейін ақша табу үшін жанармай бекетінде жұмыс жасайды екен. Ол өзінің ағасына тиісіп жатқан бұзақылардың сазайын беруін сұрайды. Ал оқушы тыңшы болса, ойланбастан оған көмектесетінін айтады. Сөйтіп әлгі бұзақылардың сазайын еш қиындықсыз беріп, ағасын олардан құтқарып алады. Содан соң Донгу ештеңеден хабар жоқ адамша өзінің ақмақтық кейпінде ағасының қасына келеді. Ал ағасы болса, осы өмірде өмір сүру үшін күшті болу керектігін айтады. Сөйтіп таңертең барлық ауыл тұрғындары, жақын көршілері барлығы ас ішіп, көңіл көтереді. Осы адамдардың арасында Донгу өзін жақсы сезінетін және де бұл адамдарға өзінің бауыр басып жатқанын ойлап тұрады. Ал осы уақытта солтүстік Кореяда министр генералға екі елдің арасындағы қарым-қатынас жақсарды. Енді оңтүстік Кореядағы 54-46 отрядының мүшелерін қайтарып, оларды сатқын деп өлім жазасына кесіп, олардың жайлы барлық мағлұматтың көзін жоюын бұйырады. Ал осы кезде генерал сатқын деудің орнына халық қаһарманы деп, оларды өз-өзін өлтіруге бұйырамыз деп, сөйтіп шешім қабылдайды. Оңтүстік Кореяда бейқам ештеңеден хабарсыз жатқан Донгуға және де барлық тыңшыларға солтүстік Кореяның партиясынан өз-өзін өлтіру жайлы бұйрық келеді. Бұны естіген оңтүстік Кореядағы барлық тыңшылар бірінен соң бірі өз-өзін өлтіріп, қаншама өлім орын алып жатады. Және де Донгуға оның артынан оқушы тыңшы келеді.
сен неге әлі тірісің, сенің әлі тірі болғаның үшін мен сені өлтіруім керек деп тапанша кезейді. Осы кезде бұл жерге сары шашты тыңшы да келеді. Сөйтіп бұл үшеуінің арасында қақтығыс бола бастайды. Ал Донго болса, мен өз елім үшін, отаным үшін өлуге дайынмын, бірақ та мен өлгенге дейін анамның қауіпсіздігіне, оның тірі қалатынына көзімді жеткізуім керек дейді. Осы сәтте оңтүстік Кореяда солтүстік кореялық тыңшылардың бірінен соң бірін өліп жатқанына оңтүстік кореялық барлаушысы таң қалады. Ал бұған жоғарыдағы басшылары ештеңеге араласпауын, бұл солтүстік Кореяның өзінің ішкі істерінің және де олар өз істерінің аяқтауына жол беруін сұрайды. Ал оңтүстік кореялық барлау басшысы, жоқ, мен бұны былай қалдыра алмаймын, олар әлі жас, мен қалған тыңшылардың өлімге жол бермеймін деп қалай екенін белгісіз Донгуды тауып алады да оған солтүстік кореялықтың өзін өлтіру берген тапсырмасын орындамауын сұрайды. Және де оның әлі жас екенін, болашағы алда екенін, елі үшін босқа өз өмірін қимауын сұрап тұрған кезде, осы сәтте оқушы Хиджин келіп оңтүстік кореялық барлау бастығына бас салады. Осы кезде оңтүстік кореялық барлау басшысы қашып кетеді, ал Хиджин болса оның артынан қуа бастайды. Сөйтіп жүріп, Хиджинді оңтүстік кореялық барлау офицерлері ұстап алады. Келесі күні Донгу шаштаразға барып, шашын қысқартады. Сөйтіп өзінің шынайы кейпінде өзін асырап алған, қамқорын алған әйелмен өзінің кетет жөнінде айтып, онымен қоштасады. Және де Юрамен де қоштасып, Юраның інісі Юджинге әпкеңе қамқор бол деп өз ақылын айтып кетеді. Ал өзінің жиған терген ақшасын әлгі әйелге беріп, балаңа барып, оны тауып ал, саған мықты болатын кез келді деп, оған ақштағы баласының мекен жайын береді. Сөйтіп Донгу аймақты барлап жүрген оңтүстік тыңшыны ұстап алып, оны ұйықтатып, оның микрофоны арқылы олардың басшысымен хабарласады. Солармен сөйлесіп тұрған кезде солтүстік Кореядағы өздерінің әскери нұсқаушылары генерал Ким Тывонның солтүстік Кореядан оңтүстікке келгенін біледі. Және де қасындағы сары шашты тыңшыға осы ауылдағы, аймақтағы адамдардың қауіпсіздігін сақтай отырып басқа жаққа кетуін өтінеді. Ал тергеу барысында оқушы кейпіндегі тыңшы оңтүстік кореялық барлау басшысынан өзімен бірге алып жүруін өтінеді. Өзі солтүстік Кореяны сатып, оңтүстік Кореяға көмектесетін, яғни өзінің командирі Рюхванның аман қалуына көмектескісі келетінін айтады. Осы уақытта қараусыз қалған ғимараттың ішінде тұрған Донгуды қалай екені белгісіз солтүстік генерал Ким Тывон өзінің көмекшісімен бірге тауып алады да Донгуға бұйрыққа бағынуын сұрайды. Ал Донгу болса бұйрыққа бағынуға дайын екенін, бірақ та өлер алдында өзінің анасын мемлекет қамқорына ала ма жоқ па, соны білгісі келетінін сұрайды. Ал генерал болса бұл сұраққа жауап бергісі келмейтін сыңай танытып, қайтадан бұйрыққа бағын деп бұйырады. Осы кезде қасындағы көмекшісі оқ жаудырып, осы кезде барлығы атысып, бір-бірімен қырылып кетеді. Сол қақтығыс барысында Донгу терезеден құлап түседі. Ал қасына өзін мазақ етіп жүрген ауыл балалары келіп, Донгу, сен мұнда не істеп отырсың? Тағы да үлкен дәрет сындырайын деп отырсың ба? Ұят болады, жұрттың көзінше олай істеме дейді. Сол кезде сары шашты тыңшы келіп, оларды құтқарып қалып, өзінің көлігіне балалар мен Донгуды салып алып кетеді. Жолдан балаларды үйінен түсіріп тастайды да әрі қарай өздері сілген ғимаратқа жол тартады. Донгу жолдас Сангокке жеткізуші. Алдын ала екеуі келісіп, осы ғимараттың ішіне Донгудың барлық қаруларын жеткізуді тапсырған болатын. Ал Сонгук болса қарудың орнына кірпіш толы бір сөмкені алып келеді. Осы кезде Донгу Сонгуктың өзінің жақтас емес екенін біледі. Сонгук осы кезде бетпердесін шешіп, өзінің шын мәнісіндегі миссиясы оңтүстік Кореядағы тыңшылардың солтүстік Кореяны сатып кетпеуін, отанына адал болуына қадағалау екенін айтады. Осы кезде өзінің ертіп келген адамдарымен бірге Донгук пен сары шашты тыңшы төбелесе бастайды. Қақтығыс барысында әлгі Сонгук Донгуға айтады: сен партияның саған берген өзін өлтіру деген тапсырмасын орындамағаның үшін еліңде қалған анаңды өлім жазасына кесілді дейді. Бұны естіген Донгук уайымдап қалады. Осы кезде қақтығыс орнына солтүстік генерал көмекшісімен және де оңтүстік барлау отряды барлығы келе бастайды. Оңтүстік отрядпен бірге еріп келген солтүстік оқушы тыңшы олардан қашып кетіп, солтүстік снайперлерді бірінен соң бірін өлтіріп, жолды тазартады. Ал Донгу мен сары шашты тыңшы генерал мен оның адамдарынан қашып ғимараттың төбесіне шығады. Бірақ та генерал мен адамдары оның артынан аңдып төбеге дейін келеді. Осы кезде сары шашты тыңшы оның адамдарымен қақтығысып
төбелесе бастайды. Ал Донгу болса, өзінің генералы бетінде шырамы бар Ким Тобонмен жекпе-жекке шықпақсы болады. Екеуінің қақтығыс барысында күші басым генерал Донгукты қақтығыс барысында оңай алып тастайды. Генерал Донгуды жеңіп, енді оны атып өлтірейін деп жатқан кезде жоғарыға оңтүстік барлау отряды қарулы түрде кіріп келеді, және сол отрядтың арасына енген оқушы тыңшы өзінің генералын бір-екі жерден атып жібереді. Ал генерал соңғы өлер сәтінде қалтасынан жарылғыш затын алып шығып, барлығымыз бірге өлеміз деген сәтте сары шашты тыңшы өзін құрбан етіп генералмен бірге биіктіктен құлап кетеді. Тыңшы оқушы өзінің командирін қорғау мақсатында оңтүстік отрядқа қарсы тұрып тұрады. Ал осы кезде Донгу анасының қазасына қайғырып, мең-зең болып отырған кезде тыңшының соққысынан кейін есін жиып, қалтасындағы өзінің қамқорына алған анасының сыйға тартқан жинақ кітапшасын көреді. Ол ай сайын болашағым үшін деп оған ақша жинаған екен. Оны көргеннен кейін Донгу өзінің соңғы жылдары өмір сүрген аймаққа, анасына, көршілеріне қайтып оралғысы келіп, мен қайтып оралғым келеді деп дауыстап айқайлайды. Ал оқушы тыңшы болса, капитанын қорғамақ мақсатында және де оңтүстікке берілмек мақсатында оларға оқ жаудырады. Сол оқтың астына оңтүстік командирі қалып қояды да, олар да қарсы оқ жаудырған кезде Донгу оқушыны құшақтап денесімен оқты тосып алады. Сөйтіп, екеуі биіктіктен құлап кетеді. Солтүстік кореялық үш тыңшының осыдан бір күн бұрын келесі өмірінде кім болғысы келетіні жөнінде әңгімелерінің куәсі боламыз. Хочу родиться в обычной стране, в нормальной семье и жить, как живу сейчас. Я всего лишь хочу родиться по соседству с тобой, командир. А я бы хотел родиться с соседом хорошеньких девочек и веселиться с ними с утра до вечера. Достар, осымен фильмнің аяғына да жеттік. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Егер де басты кейіпкер Донгудың орнында сіз болсаңыз, отаныңыз үшін жан беріп, өлімді таңдар ма едіңіз, әлде өмірді таңдайсыз ба? Комментарийға жаза кетіңіз.